Дәл қазір біз геофабрик, аркгиз және квантум гиздің үшеуін пайдаланған уақытта біз жалпы зерттеу объектісі болып табылатын күнгей тарбағатай, оның ішінде таскескен және үржар және жарбұлақ, алакөл, сасықкөлдің маңайы. Осы жердегі айталық бірқатар объектілерді, оның ішінде көне петроглифтердің орны, сондай-ақ археология ландшафт туралы біз міне аркгиз 10-шы версиядағы арк глобе платформасы бойынша қарап отырмыз. Енді қарап отырғандай, сіздердің алдарыңызда бұл тақырыпты, яғни геоақпараттық технологияларды пайдалана отырып, осы өңірдегі тарихи мәдени мекендер, сондай-ақ петроглиф аймақтары және басқа да сакралды территорияларда карта арқылы және онлайн карта арқылы және ғылыми интерпретация арқылы жасауға болатынына көз жеткізіп отырмыз. Комментарий жасаған Құрсабаев Мұхаммед Қодарбайұлы, Астана қаласы, 2019 жыл 8 тамыз. Рахмет.